әріптестерім, болашақ мамандар, достарым мен қазірден бастап мына белсенді жұмысқа қатысқандарға өте дұрыс. Бұл өмір мектебі. Ең біріншісі, жаңа президентіміз айтқандай, бүгінгі тақырыбы кездесудің қазақстан студенттері әділетті университет үшін. Неге олай? Егер де әділеттік болатын болса, онда бәсеке болады. Өйткені қандай бәсеке болады десе, әділеттік болмаса? Бірдей болу керек қой. Бәр жағдай азаматқа бірдей жасалу керек. Ішінде мықтылар жеңіс шығу керек. Солай емес пе? Ал егер де бірдей болатын болса, онда ең мықтылар алдында болады, көштің алдында. Екінші, ондай болатын болса, әділетті болатын болса, сапалы болады. Сапалы өмірге ауысамыз. Өйткені бәрі бәсеке болғасын тырысады, жасалады, артта ешкім қалмайды. Әділетті болатын болса, онда даму пайда болады. Ғылым дамиды, білім дамиды. Осы мағынада. Осы әлі оқытушылармен кездескен жоқ. Әдейі бірінші рет 7-10 күндікті студенттерге арнап отырмыз. Сендерге арнап отырмыз. Ол үшін бір нәрсе болу керек. Жастарды ойлану керек ол үшін. Осылардың жағдайын ойлау керек. 36.600 екен біздің стипендия, сіздердің стипендияларға. Ана педуниверситеттің стипендиясы, медуниверситеттің стипендиясы 58.829 почти. Неге деген сұрақ бар. Я айтам, почему двойные стандарты в нашей стране существуют? Чем хуже наши сельские ребята? Қазір оқушылардың сапасы да енді бұл да бәсеке ғой. 144 мың теңге алады екен оқытушыларымыз. Сондықтан қазір 25%-ға көтердік. Одан да ары қарай көбейтеміз. Жақында сайлау келе жатыр. Бәріміз қазір үмітпен қарап отырмыз сайлауға. Өйткені біздің болашағымыз, сіздердің болашақтарыңыз білмейді. Ертең университет бітіресіздер, жұмыс құрыласыздар. Сонда қоғамымыз таза, әділетті, дамитын қоғам болса, онда қазақстанымыз ары қарай дамиды. Сондықтан көшбасшылыққа қазір үлкен нәрсе бар байланысты. Осы 20 қарашада бірінші сайлауға баруымыз керек байланысты. Дауыс беруіміз керек болашаққа. Бұл енді ұран емес, әрбір адамның өзінің жүрегінен шығу керек. Ят айту керек оның.